Мен Қазақстанда дүниеге келдім. Қазақстанда білім алып еңбек етуді үйрендім. Қазақстанда отбасылы болдым. Әр түкпірден айнымас достар таптым. Қазақстанда еркін өз тілімде сөйлеп, ешкімге тәуелді болмауға, жасқанбауға үйрендім. Қазақстанда мынадай әсем астана, жас қала Нұрсұлтанда тұру бақыты бұйырдым. Ал бұның барлығы тәуекел тәуелсіздіктің бізге берген сыйы. Мен тәуелсіздіктің құрдасы ретінде енді оның мәңгі һәм баянды болуына септігімді тигізуім керек. Ол тәуелсіз ел болуымызға ұмтылған, қаны мен терін төккен ата-бабаларымыздың, аға-апаларымыздың мен сияқты әрбір жасқа артқан аманаты. Атақ пен абыройдан бұрын елдің даму жолында тер төгіп, қызметіңе адал болсаң, сол мойныңа артылған жүк пен жауапкершілікті орындай білгенің деп есептеймін.